еш уақытта әйелдеріңнің жүрегін жараламаңдар. Анастан жеткен хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады: кімге отбасы не дүние жақсылығы берілген кезде, ол машалла, ла қуата илля билля деген сондай бір сөздерді айтса дейді, ол заттың жамандығын еш уақытта көрмейді. Мысалы, әйел алдың, осы дұғаны айттың, қыз сүйдің, дұға айттың, ұлды сүйдің, дұға айттың, Құдай сол семьяға үй беріп жатыр, көлік беріп жатыр, бір көптеген жақсылықтар беріп жатыр. Осы дұғаларды айтып, бисмиллахыңды айтып, Құдайыңа сыйынып, өте аккуратно каждый шагыңды дұрыстап басып жүрсең, сен не? Яғни оның бәрін қадіріне жеткенің, шүкіршілігің, Құдай сені сақтайды бәле-жаладан. Жанұя ол сенің жаның барып жай табатын жер дейді Құранда, Құдай айтады. Сондықтан жаның жай табатын жерді сен бүлдіріп алма, былғап алма. Жаңағы бізге сабақ беріп үйреткен ұстаз айтады, естеріңде болсын дейді, еш уақытта әйелдеріңнің жүрегін жараламаңдар, жаралаушы болмаңдар дейді. Керісінше, наоборот, оны жараламай, оны жаулап үйреніңдер дейді. Жаула. Оның жүрегін, оның жан дүниесін қалай жаулаймыз? Ол бір қисық қабырғадан жаратылған. Қисық қабырға. Оны түзетем десең сындырасың. Жаңағындай ұрып, ұрсып, айқайлап, олай болмайды. Оны барынша не? Әйел баласына ең көп керек нәрсе внимание. Оған көңіл бөлу. Күніге азанда асығып тұрсаң да таңғы асты бірге ішу. Шай үстінде біраз мәселені сөйлесу, шешу. Үйге кеп қалдың ба, бірге шай іш. Кешке шай тамақ іш, үйден шық, мешіттің ауласында кішкене, үйдің ауласында серуендеу, жүру, әңгіме, көп әңгімелес. Сол нәрселерді істеп көрсеңіздер, үйде практикада, ол үйдегі погоданы, үйдегі атмосфераны өте бірден бір дұрыстайтын нәрсе, ол осы, құрметті, әсіресе жастар, ол мәміле, дұрыс әңгіме, дұрыс нені құрай білу. Еркек деген кім? Ер деген басшы. Басшы не істейді? Оның көңіл күйін табады. Ол жылап тұрса көзін жасын сүртеді. Ол ашуланып тұрса оның әдемілеп, көңіл күйін реттейді, настроениесін дұрыстайды. Қарны ашса тамақ береді, киімі жоқ болса киім алып береді, ауырса дәрі әпереді. Деген сияқты үйдегі бүкіл проблеманың бәрін шешіп жүретін кім екен? Ер азамат.